Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Кешіру оңай болғанымен, көңілден өшіру қиын. Әлдекімге ашулансаң, артынан татуласуға саңылау қалдыр. Ашу абырой әпермейтін ақылшы. Ашу тасыса ақыл төгілер. Ашулы баста ақыл тұрмайды. Арыстанды жеңген мықты емес, ашуын жеңген мықты. Ашулану әлсіздіктің айғағы. Ашумен басталған іс абыройсыз аяқталар. Бас асауға жез ноқта. Қызба ашу дегеніміз қысқа мерзімге жындану. Әлсін ашулану дегеніміз басқаның кінәсі үшін өзіңді өзің жазалаумен бірдей. Кесіп айту тура мінез бен күштіліктің белгісі деп ойлау бекершілік. Ашу найза, сабыр, сауыт шарайна. Досың қайсы, өзің ғана абайла. Қайырсыз итке мал бітсе, аңқан құрып келгенде саумал бермес жерге. Адам өз ойы арқылы өз мінезін қалыптастырады. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы да жоқ. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Адамдар сенің сыртыңа қарайды. Жаратушың ішің мен жан дүниеңмен бағалайды. Пенделер үшін сыртыңды ғана әдемілеумен әуре боп, ішкі әлеміңді ұмыт қалдырып, ластап алма. Кім өзінің жақсы жақтарынан басқаны көрмей, әрі өзгенің кемшіліктерін ғана көруді әдетке айналдырған болса, соқыр кісі одан артық болса керек. Көркем мінез өзгелердің нашар мінезі арқылы қалыптасады. Адамның мінезі көркемделе түссе, жауы азайып, досы көбейе түседі. Қиын істер жеңілдеп, қатты жүректер жұмсарады.